Осы бағдарламада қызыл кітапты жиі еске аламыз. Бүгін сол туралы толығырақ әңгіме қозғайықшы. Қызыл түс қауіп-қатердің белгісі. Бұл кітапқа саны әртүрлі себептермен азайып кеткен, айрықша қорғауды қажет ететін аң-құстар енгізілген. Қызық екен, толығырақ айтып берші. Қазақстанда қызыл кітап алғаш рет 1978 жылы пайда болды. Бүгінге дейін 4 басылымы шығып қойды. Оған енген жан-жануарлардың саны 128-ге жетті. Соның ішінде 18 балық, 3 қос мекенді, 10 бауырмен жорғалаушы бар. Ең көбі құстар, 57 түрі енген. Сүтқоректілердің 40 түрі бар. Олардың арасында сенің осыған дейін айтқан жан-жануарларың да бар шығар? Әрине, бірақ қос мекенділердің арасында сирек кездесетін тағы екеуі бар. Олар певцов құрбақасы мен Орта Азиялық бақа. Сонда қызыл кітапқа бауырымен жорғалаушыларды да енгізген бе? Әрине, 6 кесіртке, 4 жылан бар. Құстардың 57 түрі енген дедің ғой? Олар да көп екен. Я, саны азайып кеткен құс көп. Біздің елімізде кездесетін бір қазанның екеуі де, қызғылт бір қазанда, бұйра бір қазанда қызыл кітапқа енген. Сұңқылдақ аққу, айта берсең көп ақ. Жыртқыш құстар да азайып бара жатыр дейді ғой? Оның рас. Жыртқыш құстарға көбіне браконьерлер тыным бермейді. Электр желісінен тоққа түсіп өлетіндері де көп. Қызыл кітапқа енген тағы қандай құстар бар? Орақ тұмсық, қара бауыр және ақ бауыр бұлдырықтар, қылқұйрық бұлдырық. Тіпті бәріміз жақсы көретін, үкідей сирек кездесетін құсқа айналды. Өкінішті, аңдардың ішінде де азайып бара жатқандары көп. Мысалы, қызыл кітапқа жарқанаттардың кең құлақты жарқанат деген сияқты бірнеше түрі енген. Жайра да сирек кездеседі. Тіпті 3 саусақты ергежейлі қосаяқ та азайып кеткен. Бәрінен бұрын етіне бола ауланатын жануарлар көп зардап шеккен шығар? Я, әрине. Құлан мен тоғай кермаралы жойылып кеткен еді. Бірақ оларды қайтадан жерсіндірді. Осы күні браконьерлердің кесірінен қарақұйрық пен арқар сирек кездесетін аңға айналды. Енді қызыл кітаптың не екенін, қандай жан-жануарларды қорғауымыз керек екенін біліп жүретін болдық.